Бүгін бір өзімше пысықсынып, пловты мощный жасап қоятын адам құсап үйдегілерге палау жасап берейін дедім. Сөйтіп, бірінші пиязды қып-қызыл етіп шыңғыртып тұрып қуырып алдым. Одан кейін етті салып қуырдым. Қазір небір білгіштер бірінші етті қуырады деп нервті қайнатады. Негізі қайсын бірінші қурсаңдар да өздерің білесіңдер ғой. Сәбізді әдеттегідей салаңдатып ұзыншалап тұрап, бір өтегін беріп жатқандай аямай саламыз. Оны да әбден шыңғыртып тұрып қуырамыз. Зира мира. Приправаны посып үстіне су құйып аламыз. Дәміне қарай тұзын салып, бұрқылдатпай баяу отта еті жұмсарғанша қайнатамыз. Өзімше плов бастағанда қайтейін. Үйде күріш таусылып қалыпты. Ұялмай қызармай көршіме барып күріш сұрап алып, суға әбден тұншықтырып жуып, жібітіп алдым. Одан кейін күрішті қазанға салып, тегістеп алдында шетіне для прикола сасық чеснокты бүтіндей тыға салдым. Бетін ғана осылай араластырып, қатты отта суы тартылғанша ұстаймыз. Суы жоқ болғаннан кейін күрішті ортаға қарай жинап осылай тесіп шығамыз. Үстін пакетпен жауып, жарты сағатқа ұмытып кетеміз. Пловпен жеуге жазда бір жерім телеп жапқан әгүршік мен аганекті ашып қойдым. Дайын болған пловты легенге салып опырып тұрып жеп аламыз. Пловтану ғылымдарының небір профессорлары комментарийде оларыңды шашпайды. Одан кейін менің TikTok профиліме қарай өтіп,